Құрметті Астана Политехник колледжінің студенттері, мұғалімдері, бүгінгі тілдер дайындығы топтамасының 10 күндігіне орай ұйымдастырылып отырған ғажайып алаң интеллектуалды шығармашылық сайысымызды ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі ғажайып алаңымызда өзге ұлт өкілдерінен құралған бірінші курс білім алушылары өз өнерлерін, білімдерін тек мемлекеттік тілде, қазақ тілінде ортаға салатын болады. Сайыстың мақсаты білім алушыларды логикалық ұшқырлыққа, тапқырлыққа, шапшаң ойлауға және қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе білуге тәрбиелеу. Ендеше, бүгінгі сайысымызға төрелік ететін әділ қазылар алқалармен таныс болыңыздар. Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Досман Сания Нығметханқызы. Әдістемелік кабинеттің меңгерушісі Ашаманова Сауя Асылхановна. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы Саттарова Гаухар Қуанқызы. Ендеше әрі қарай бүгінгі қатысушылар тізімін таныстыру үшін сөз кезегін осы сайысымыздың ұйымдастырушылардың бірі әріптесім Роза Маратовнаға беремін. Бірінші қатысушы Кочерешка Кирилл, екінші Тинькова Янина, үшінші Никифорова Ульяна, төртінші Королева Олеся, бесінші Меженский Михаил, алтыншы Репиди Татьяна, жетінші Брик Регина, сегізінші Мамедов Ахмет Муса оғлы. Сәттілік тілейміз. Жақсы, рахмет. Яғни сайысқа осы 8 білім алушы қатысатын болады. Сайыс 5 кезеңнен тұрады және әр кезең 1 және 5 ұпайлары арқылы бағаланатын болады. Ендеше әрі қарай сайысымызды бастаймыз. Бірінші кезең бізде таныстыру визитка деп аталады. Армысыздар, ардақты асыл халқым. Ежелден сәлемдесу ата салтым Т-20-46-Б атынан келіп тұрған. Сәлемін кереуден қабын алғын. Жақсы, ендеше келесі кезекте Янина. Менің хоббиім фортепианода ойнау. 2012 жылы мен музыкалық мектепте оқи бастадым. 2019 жылда осы музыкалық мектепті бітірдім. Менің отбасым 4 адамнан тұрады. Ол әкем, анам және мен. Мен інімен ойнағанда қатты ұнатамын. Қазіргі таңда мен Нұр-Сұлтан қаласында жоғары политехникалық колледжінің экономика және сервис бөлімінің бірінші курс 2033 тобының білім алушысымын. Біздің топ өте жақсы. Мен осы топта және колледжде болып жатқаным қуанамын. Бос уақытымда мен кітап оқығанда және достарыммен уақыт өткізуге ұнатамын. Жақсы, Янина, рахмет. Ендеше келесі кезек Ульянада. Ульяна. Армысыздар, ұлағатты ұстаздар, бармысыздар, жігерлі дос құрбылар. Қарсыласын сәлем беріп бәріне, бас иемін, сәлем беріп иеле. Енді мен өзімді таныстырайын. Мен Никифорова Ульянамын. ОГХ 2017 Б тобында оқимын. Болашақ мамандығым қонақ үй шаруашылығында қызмет көрсету. Осы саланы дамытқым келеді. Қазақстанға келген қонақтарды елімді таныстырып, жоғары деңгейде қызмет көрсету қолымнан келеді деп сенемін. Бос уақытымда мен кітап оқығанды ұнатамын. Осы жылы республикалық деңгейде өткен мәнерлеп оқу сайысында бірінші орынды иеленемін. Өте керемет таныстырылым. Ендеше келесі кезек Олесяда. Сәлеметсіз бе, менің атым Олеся Королева, мен 15 жастамын. Мен Нұр-Сұлтан политехникалық колледжінің бірінші курс студентімін. Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану мамандығы бойынша оқимын. Мен Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқығанды ұнатамын. Мен түрлі жарыстарға қатыстым. Алғаш рет 9 сыныпта өткен өлеңдер байқауына қатысып, бірінші орынды жеңіп алдым. Енді колледжде бұл мен үшін өте ыңғайлы болды, мен оған өте қуаныштымын. Бүгінгі сайыс туралы да бірнеше сөз айтқым келеді. Мен оған қатысқаныма қуаныштымын, өйткені мен кез келген жағдайда жақсы эмоциялар алатыныма
сенімдімін. Өзіме және қалған қатысушыларға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Сәлеметсіздер ме? Мгм. Ғажайып алаң интеллектуалды шығармашылық сайыс күндіктері. Мен Межинский Михаил Михайлович 2005 жылы 14 наурызда Астана қаласында дүниеге келген. Қазіргі таңда басымызда 4 адам. Анам Светлана, апам Любовь, қарындасым Азалия. Қазіргі менің толық жасым 16. Мен нөмірі 10 Нұр-Сұлтан қаласындағы мектеп гимназияда оқыдым. Қазіргі таңда Астана политехник жоғары колледжінде оқимын. Мен таңдаған мамандық техник бағдарламашы. Сабағымның үлгерімі жақсы. Осы жоғары колледжді қызыл дипломмен бітіріп, өзім таңдаған мамандық иегері болғым келеді. Сәлеметсіз бе? Қызымын Александрдың, атым Татьяна. Азаматшасымын, Қазақстанның, отым Молдаванка. Бос уақытта сүре саламын, би билеймін. Волейболда ойнаймын, кенде алаңда. Қазақ тілінде сайрап тұрсам, маған таң қалма. Себебі менің отаным Қазақстан, тілім қазақ. Өте керемет, қысқа нұсқа. Рахмет, Татьяна. Мен туралы презентация. Менің атым Ахмет, мен 16 жастамын. Мен Астана политехникалық жоғары колледждің студентімін. Соған мақтан тұтам. Бірінші курс студентімін. Мен волейболмен айналысамын және Астана командасының мүшемесімін. Менің спорттық жетістігім. Ресейдегі халықаралық турнирде 2-ші орын алғам. Халықаралық турнирдің үздік ойыншысымын. Қазақстан Республикасының чемпионаттың қола жүлдегерімін. Павлодар қаласының өткен турнирде 1-ші орын алғам. Мен туралы бірнеше мәліметтер. Байнақ ансамбльдік лезгинкаға барғам. Бос уақытта баскетбол ойнаймын. Тағы автомобильдің құрылымын зерттеймін. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, Ахмет, өте керемет таныстырылым. Ендеше бірінші кезеңді қорытындылай отырып, біз ұпайларын жариялайтын боламыз. Енді әрі қарай біз келесі екінші кезеңге көшеміз. Екінші кезеңіміз ілім бұлақ, білім шырақ деп аталады. Яғни бірінші, екінші семестрде оқыған өздерінің жаңа материалдары бойынша 20 сұрақ келеді. Яғни осы 20 ұяшықтың тек қана біреуін ғана таңдай отырып, әр қатысушы бір сұраққа жауап береді. Әрбір дұрыс жауапқа 5 ұпай. Егер жауаптары толық болмаса, 4-3 ұпайларын қоюларыңызға болады. Ал егер мүлдем жауап бере алмайтын болса, ешқандай ұпай қоймауларыңызға болады. Ендеше бізде бірінші Кирилл. Кирилл, қай ұяшықты таңдайсың? Кезек өзіңде. Кирилл. Иә. Кез келген ұяшықты таңдай ғой. 1-ден 20-ға дейінгі кез келген ұяшықты таңдаймыз. Сол ұяшықта жасырылған сұраққа жауап береміз. Үшінші. Ендеше, үшінші ұяшықты ашамын, дайын бола ғой. Темір жолшы әңгімесінің авторы кім, Кирилл? Бұл Балғабек Қыдырбекұлы. Балғабек Қыдырбекұлы дейді. Ендеше, әділқазылар, мұқият болыңыздар, жауабын ашамын. Балғабек Қыдырбекұлы. Дұрыс. Дұрыс жауап, өте керемет. Келесі, екінші, бізде кезек Янинада. Янина, үшінші ұяшықтан басқа ұяшықтарды таңдауыңа болады. Үшінші? Жоқ, үшінші ұяшық ашылды. Басқа ұяшық. Бірінші? Қарағанды романының авторы кім? Янина? Ғабиден Мұстафин. Бірге тексерейік. Әрине дұрыс, Ғабиден Мұстафин. Янина жауап берді. Келесі бізде ұяшық таңдайтын Ульяна. Кезек өзіңде. Бесінші. Қазақстанда алғаш рет театр қайда және қай жылы ашылды? Театр қайда пайда болды және ол қай жылы ашылды? Ульяна? 1925 жылы Қызылорда. Қызылордада. Жауабын бірге көрейік. Өте керемет, нақты жауап.
Рахмет, Ульяна. Келесі кезек Олесяда. Олеся. Екінші ұяшық таңдайын дейді Олеся. Кеншілер қаласы. Қай қала деп ойлайсың? Қарағанды. Көрейік. Өте дұрыс жауап, Олеся. Рахмет. Келесі кезек бізде Михаилда. Михаил, қай ұяшық таңдайсың? Нешінші ұяшық? 6-шы. 6-шы ұяшық, иә? Әпке драмасындағы әпкенің рөліндегі басты кейіпкер кім? Камажай. Өте керемет жауап, рахмет. Келесі бізде Татьяна. 10-шы ұяшық. 10-шы ұяшық. Қан мен тер романының басты кейіпкерлері кімдер? Ақбала және Еламан. Жауабын көрейік. Еламан мен Ақбала. Өте дұрыс жауап, рахмет. Келесі бізде кезек Регинада. Регина. 19. 19-шы ұяшық таңдайын дейді Регина. Қара пима поэмасының авторы кім, Регина? Автор Улықбек Есдәулетов. Өте керемет жауап, Ұлықбек Есдәулет. Жақсы, рахмет. Бізде ең соңғы қатысушымыз қалды. Екінші кезеңді де қорытындылайтын. Бізде Ахмет, қай ұяшықты таңдайсың? 7-ші. 7-ші, иә? Иә. 7-ші ұяшықта шайық. Жасыл белдеу бағдарламасының негізін қалаушы кім? Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев. Иә, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев деп қазақ тілінде жауап бергенде өте керемет болар еді. Дұрыс жауап, рахмет. Я, рахмет балалар, осымен біздің екінші кезеңімізде өз мәресіне жетті. Әділқазы алқалары барлық жауапты қабыл алдыңыздар деген ойдамын. Яғни барлық студенттеріміз де өздерінің білімді екендерін таныта білді. Яғни барлықтары да дұрыс жауап берді, иә? Ендеше біз келесі кезеңге өтетін боламыз. Келесі кезең бізде диалог құрастыру деп аталады. Кирилл 3-ші, Янина, сен қай ұяшық таңдайсың? 2-ші. 2-ші, Ульяна. 4-ші. Олеся. 1-ші. Михаил. 3-шы. Татьяна. 3-ші. 3-тен басқасын таңдау керек, Татьяна. 1, 2 немесе 4. 4. Регина. Регина. 2-ші. Ахмет 1-ші ұяшық болады, иә? Ендеше бізде бірінші диалогты жүргізетін Олеся мен Ахмет, 2-ші диалогты жүргізетін Регина мен Янина, 3-ші диалогты жүргізетін Кирилл мен Михаил, 4-ші диалогты жүргізетін Ульяна мен Татьяна. Өздеріңіздің жұптарыңызды ұмытып қалмай, естеріңізде сақтаңыздар. Ендеше бізде бірінші жұптың тақырыбы, яғни Ахмет пен Олесяның тақырыбы ұлттық мерекелер. Ахмет және Олеся, сіздерде ұлттық мерекелер туралы көрсететін Янина мен Регина. Янина, Регина, дайын болыңыздар, сіздер отандық өнім деген тақырыпта диалог құрастырасыздар. Келесі, үшінші бізде диалог құрастыратындардың тізімі, ол Кирилл мен Михаил. Сендер денсаулық, зор байлық деген тақырыпта диалог құрастырасыңдар. Бізде соңғы жұбымыз қалды, ол Татьяна мен Ульяна. Сіздердің тақырыптарыңыз қазақ киносы. Ендеше сіздерге 1-2 минут уақыт береміз дайындыққа. Дайындалыңыздар. Диалогты 1-2 минуттан кейін бастайтын боламыз. Олеся мен Ахмет, иә? Ахмет, Олеся. Ахмет, сенің ұлттық мейрамың қандай? Қалай? Естімедім. Сенің сүйікті ұлттық мейрамың қандай? Менің сүйікті мейрамым ол Наурыз.
Енді сен сұра. Ахмет, өзің сұра. Мен сұрақ қояйын ба? Иә, кезек. Сен қандай ұлттық мерекелер білесің? Наурыз, тәуелсіздік күні. Казахстан – это большая, красивая, гостеприимная, дружная, молодая страна. Республика Казахстан – это большая, красивая, гостеприимная, дружная, молодая страна. Қазақстан Республикасының бұл үлкен, әдемі, тату, Гостеприимная. жас ел. Жас ел и гостеприимная, қонақжайлы, да? Дұрыс, молодец. Прославленный на весь мир своими стихами, словами назидания, Абай Құнанбаев также родился в Казахстане. Бүкіл әлемге өз өлеңдерімен бүкіл әлемге өз өлеңдерімен таныс болған Абай Құнанбаев Қазақстанда туылған. Еще танымал словами назидания. Қалай аударасың словами назидания? Словами назидания. Проходили. Сөз. Қара. Дұрыс. Так. Келесі сөйлемді Татьянаға жолдаймын. Татьяна, перед каждым старшеклассником стоит задача, куда он пойдет учиться после 9 класса или по окончании школы. Татьяна, камераны қосып, сұраққа жауап береміз. Татьяна, перед каждым старшеклассником стоит задача. Перед каждым старшеклассником стоит задача, куда он пойдет учиться после 9 класса. Әр орта мектеп оқушысының алдында қайда оқуға баратындығы туралы есеп бар. Жоқ, 9-шы сынып бітіргенде туралы есеп бар. Не есеп, а мақсат, да? Мақсат. В данном случае мақсат. Алдымызда сондай мақсат тұр, задача. Жақсы, Татьяна. И у меня осталась Ульяна. Так, правильно, да? Ульяна, в нашем учебном заведении, то есть я имею в виду колледж, в нашем колледже есть все необходимое для получения хорошего образования. В нашем колледже есть все необходимое для получения хорошего образования. Біздің колледжде жақсы білім алу үшін барлық қажеттілер бар. Жақсы, молодцы. Жақсы. Сонымен осы 4-ші кезеңімізді аяқтаймыз. Әділқазы алқалары өздеріңіз бағаларыңызды алаңға, пікір алаңына қалдырасыздар. Әрі қарай біз 5-ші кезең бізде. Бұл кезең өнер қанат, білім санат деп аталады. Әр қатысушы өзінің өнерін ортаға салуы тиіс. Регламент 3 минут. Ендеше кезекте, бірінші кезекте Кирилл. Мен Абай Құнанбаевтың «Желсіз түнайды» жарығы өлеңін айтқым келеді. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, аудың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы, сыбырласып үзді, көрінбей жердің тапырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырап, ән қосып, үрген өтпен айтаққа, келмеп пе едің жол тосып, жолығуға аулаққа. Таймандамай тамылжып, бір суынып, бір ысып, демала алмай дамыл қып, елен қағып, бос шошып, сөз айтаға алмай бөгеліп, тұрсыл қағып жүрегі.
Тұрмы пайыды сүйініп, тамаққа кіріп игі. Болды. Жақсы. Мен өлең оқимын. Ахмет Байтұрсынұлының Крыловтан аударған Аққу-Шаштан һәм Шаян мысалы. Жұқалды, шаян, шортан, аққу бір күн. Жегіліп тарту үшеуі дүркін. Тартады аққу көкке, шаян кейін. Жылкиді суға қарай, шортан шырқын. Бұлардың машақаты аз болмады. Жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартысады бар күштерін аямаяқ, асылы жоқ орнынан қозғалмады. Оншамал жүк артық ауыр емес. Көрсертан бәлен деуде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр. Бірін қайтартпаған, соң бәрі тегіс. Жігіттер, мұнан хибрат алмай болмас. Әуелі бірлік керек, болсан жолдас. Бірінің айтқанына бірін күнбей, істеген ынтымақсыз ісінің бас. Мұқағали Мақатаев ауыл жатыр той жасап ат шаптырып. Бірімен базар қылып той тойлаған уа апалы. Айхай заман, ойхой заман жерашақ. Тайқазанда ет асылып, балыскей самауырда шай қойнаған ауыл жатыр той жасап ат шаптырып. Атасының дастұрын мақсат біліп, қазір қазақ қарайды қыр басынан. Лақтырып шашуын сақ-сақ күліп, ауыл жатыр той жасап ат шаптырып. Рахмет, Олеся. Өлен Абай Кунанбаев жаз. Жаздөгін шірге болғанда, көкөрай шағын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге, көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының, шалғығын жоны қыртылдап, ат айғылар биелер, бөрі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында тұлып тай, айнала шауып бұлтылдап. Уже айтқанда шығармын, біріншіден балаларға көп рахмет. Осындай сайысқа қатысып, өздерінің қазақ тілін білемін, меңгеремін деген сондай ниеттерімен қатысып отыр. Көп рахмет. Өздерін таныстырды, өздерінің өнерін де көрсетіп жатыр. Өздерінің техникалық жағынан презентацияларында тамашаладық біз. Көп рахмет. Не айтайын, енді алдымызға барымызда күн сайын мақсат қойып отырамыз. Сіздер де сондай мақсаттар қоя беріңіздер. Осы қазақ тілі мемлекеттің тілі ғой. Соны меңгеріңдер, жақсы біліңдер. Қазақстан мемлекетінде тұрғасын біз орысша сөйлеп жатырмыз. Сіздер қазақша сөйлеңіздер. Біріміз ағылшынша сөйлейік. Сондай тіл байлығымызды көрсете берейік. Соған үміттенейік. Мынау ұйымдастырушыларға Шакизат Серікбаевна, Роза Маратовна, сіздер ғой ұйымдастырушылар, солай ғой да? Сіздерге рахмет білдіргім келеді. Іс-шараларыңыз өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Мен қазір аяғына дейін отыра алмайтын шығармын, себебі асығып тұрмын, қазір бізде конференция басталайын деп жатыр. Сондықтан ұйымдастырушыларға да, білім алушыларға да көп рахмет айтамын. Өте жақсы сондай сайыс өтіп жатыр. Сол сайысты бір журналдарға жіберіңіздер. Бүгінгі біздің сайтымызға пресс-релиз ретінде жазып жіберіңіздер. Осындай сайыстар колледжімізде өткізіле берсін, соған тілектеспін. Рахмет. Рахмет, Сауя Асылханова. Балалар жақсы дайындалып келген. Бағаларын өзіміздің қолымыздан келгенше енді уақыттың тығыз барысына солай қойып шықтық енді.